Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен мен Адылхан, бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сонымен кезекті видео, мінекей Есілдің жағасына келдік. Бүгін спиннингке шортан аулаймыз. Және мүмкін кружок қоямыз, баклажкілерді қоямыз, білмеймін, бұйырса көретін боламыз. Бүгін балық қуырамыз, балық түссе, сондай план. Мен қасында Фараби аға бар. Ассалаумағалейкум. Астана балықшы арнасының көрермендері. Мінекей Фараби аға мына қайықпен жүреді, мен мына қайықпен жүрем. Мынандай силикон пеликондарды алып алдым, балық салатын не. Айтпақшы, мен спиннингтің сындырып алғаным өткенде. Соның басын сатып алдым. Бөлек 2,5 мың теңге тұрады екен. Так, мінекей. Қазір оның бәрін құрастыратын боламыз. Мінекей. Мына өткендегі менің спиннингім. Басы сынып қалған. Так, қазір көріне ме? Мінекей мынандай не сатып алдым. Осын жалғап спиннингді істеп алған болатынмын. Мына жерге, мынандай жерге келдік біздер. Ең басты мына жерде балықтың қабыршақтары бар. Мінекей мынандай балықтың қабыршақтары бар. Және мынау жақында ашылған. Осын мына жерде балық бар деген сөз. Біз жаңа қайық түріп атқан кезде балықтар секірген негізі. Ал, суға түсейін деп жатырмын. Ал, кеттік. Ал, бисмилля. Ал. Шортанға реванш. Фараби аға күтте балықтар ұстап жатыр қармаққа. Мен бірден кірсейін деп жатырмын ал. Қасықтан бастайым ал. Ал, қасықтан бастадық. Мынандай бір жақсы көретін менің вертушкам бар еді. Мұнарадан тауып алған. Осы жақсы балық ұстайды негізі. Осыған көрейік. Мына жерден балық секірді жаңа. Соның үстіне лақтырайын. Осы жерден балық секірді. Алауға қойдым. Осы жерден алауға секірді жаңа. Көрейік Фараби аға. Фараби аға. Шабақтарды ұстап отыр. Неше шабақ ұстады екен? Біраз бар қолымда. Дәуде бар. İçinde bir iki erілу. Elo жетеді ғой бізге кружокқа. Мен бір өсті алайын сасын бол. Мен шығам сасын. Сізде қармақтың кайфына кіріп кетатсыз, а? Иә. Анау бұрышқа қойған ғой деймін. Қай бұрышқа? Сол жақтарға қарай қоятшамыз. Мына қамына бір 5 балықты салып алайын деп жатырмын. Барып 5 қызыл немді қалтқыларында өліп қойын деп отырмын, кружоктарында. Енді бір өмірге жеріп атқанды. Мына ішінде дәулері де бар екен. Қуыратындар. 2, 3, 4, 5, 6 ауып күтті ғой. Жайт бір запаспен бола берсін. Так, ол жақсы болып кетті. Мінекей тірі балықтар бар. Осы тірі балықтарды қыста
50 теңге, 70 теңгеден сатады ғой. Бір-бірін. Мына жерде 350 теңге. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5 дайын. Ал біріншісін қояйын деп жатырмын. Мұнда екеулік. Двойник дейді ғой. Екеулік не? Мына мынандай. Тірі балық, ақ балық. Плотва. Сенің бүйтіп аузынан шығарып салатын боламыз екеулікті. Бүйтіп қоямыз да, аузынан бүйтіп бүлдіртпей өткізіп қоямыз да бүйтіп қоя саламыз. Так. Қазір артқа қарай жесейін. Нөр жағалауды бүйтіп қойып шығамыз ғой. Қамыстарға жақындатып. Қамыстарға жақындатып. Осы шамаға жібереміз сені. Ал, бісміллә, кетті. Бізге үлкен шортаны алып кел. Не болса да. Мынандай Астана балықшы деген жазу бар. Ақ жағына аударылған кезде балық қаққан болып есептеледі. Және сол кезде тексеретін боламыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеуін қойдым. Фарабиға мінекей. Қайығымен мін жүр. Ол да кружоктар қояды. Оқсы төртеу. Мен енді спиннингке көшем. Агент 007 болып атырып қой тағы да. Ё-майо. Не болып кетті өзі? Әбден донкымен ұстап спиннингке еріншек болып қойғанбыз ғой, кәдімгідей лақтыруға ерініп жатырмын мен. Лақтырып отырып қарап отыратын нәрсе керек болып тұр ғой. Спиннингте ондай емес. Спиннингте лақтыру керек, басын ауыстыру керек, әртүрлі проводка жасау керек. Өзінің сондай нелері бар спиннингте. Мына жаққа да лақтырып көрейік айтпақшы. Мына жақта да бар шығар. Кім білген? Кім білген? Шортандарды кім көрген деп қоямыз ғой. Суда жүрміз біз деген деп қоясың ғой. Но менің аударылған ортада жүр. Не болып қалды екен бұған? Бірден түсті ме екен? Аударылып алып ортаға кетіп қойғаныз? Шортан бар ма? Астана балықшы дегенде. Бар. Жоқ. Алабұға. Мынандай алабұға түсті. Мінекей. Неге спиннингке түспейді? Где же тоғансың, братан? Ты что? Мынандай ғана алабұға. Мұна мен жебесіме секіріп тұру. Короче, мына жерге бір мардушкасын көткен ғой. Жаңа алып қарасам, ішінде қазір көрсетемін не жатқанын. Біреудің нәрсесі, енді тиіспейміз, просто сіздерге көрсетей салайын дегем. Қазір көрсетейін, мінекей байланып тұр, жіпке көріп тұрсыздар ма? Міне жібі, қазір алам. Не нәрсе деп ойлайсыздар? Бұл мынандай нәрсе мінекей. Мінекей, мынаны қараңыздар, ішінде шаян жүр. Мынаны қараңыз, тірі шаян. Көріп тұрсыздар ма? Мен бірінші рет көріп тұрмын, есілде шаян бар екен, мынаны қараңыздар. Қалайсың шаян? Ассалаумағалейкум. Қолымды берем десең, қысып алам ба деп қорықтым. Ішінде ана өлген алабұға да жатыр. Қалайсың шаян? Мінекей. Есілде шаян бар екен. Орнына лақтырып қояйық кері. Қазір, лақтырып қойдық. Біреудің нәрсесін қозғамаймыз, жата берсін.
кебалар есіне түскенде мүмкін. Сонымен достар, осы жердегі балық аулауымыз аяқталды. Есілдегі себебі балық түскен жоқ. Агент 006 болдық, 6 сағат болдық. 0 бір не түсті? Алабыға түсті. Мінекей мынандай алабыға. Көріп тұрғандарыңыздай. Алақаннан сәл көндей. Осы алабыға түсті. Жаңа кружок дегенге. Бұл одан басқа түскен жоқ. Қазір барлық кружоктарды жинап шықтық. Қазір орын ауыстыратын боламыз. Осы жерде қара су бар. Сол қара суларды көреміз. Осы қалып қойған осы есілден тасыған кезде сол жерге спиннинг лақтырып көреміз. Болмаса, нағыз болмай жатса, қаймықпаймыз. Нұраға барамыз. Нұрадан көретін боламыз. Білмеймін қалай болатын. Осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Қызықтың бәрі алда. Ал достар, біз мынандай жерге келдік. Міне Нұра. Мынау деген охотник за поклевкой дегенді білесіз ба, канал Женя деген. Соның киіз үйі тұрған мына жерде. Соған келдік. Мен бұл киіз үйді бұрыннан білуші едім, қай жерде тұрған, бірақ келмегем. Бірақ бұзғаннан кейін мінекей пеші тұр. Осы жерде, дәл осы жерден ол аулаған болатын. Мінекей киіз үйін ізі. Мына жерде киіз үйі тұрған оның. Женя, салам, если смотришь. Мінекей мына жерден ол мына жақтан аулаған балықты жағасын көрсетейін. Мінекей анау жерден аулап жүрген болатын. Біз де сол жерге тұратын боламыз. Тірі балықтарымыз бар манағы, есілден алып келген. Соны ұстайтын боламыз. Бұрындан білдім, мен осы шаманы шамалап жүрдім. Бірақ келмеген біреудің үйі болғасын. В общем, жолдан мынандай қымыз сатып алдық. Көрейік ал бісміллә деп. Қымыз, как положено, құрты бар. Ал. Қалай екен? Несінеміз. Қымызды көрейік. Мықты екен. Жол бойы сапырып келдік. Мықты екен, кәме ашып тұрған қымыз. Құртпен әдемі кетеді. Мықты. Қалай болады екен. Бірақ әйтеуір заттарымыз, қармақтарым мен машам артында жүреді. Бар, біз көретін боламыз. Ең бастысы тірі балық бар. Мына қараңыздар, мына жерде мынандай орындық бар. Қоятын стол бар. Керемет қой деген. Кәдімгі бір платный жер сияқты ғой. Ақшасын кеп төлеп аулай беретін. Жастары жоқ тұр. Пачка құрт жатыр мына жерде. Новый секілді. Мә құрттары бар ішінде, мына қараңыздар. Ой, бұл мынандай қызықты көрдіңіздер ме? Біз де ештеңе алмай едік. Пожалуйста, ғой. Келді аулай бер. Қазір мына жаққа анау жерге салатын боламыз. Керемет. Құрт бар. Одан басқа не керек? Бұл тастап кеткен, енді рахмет, кім тастап кетсе де. Бізде тастап кететін зат бола ма білмеймін. Көреміз. Мүмкін бір закидушканы тастап кетерміз. Балық түссе аларсыздар. Осы жерге білетін адам кеп алар. Кейін көрсететін болам оны. Біздегі рубрика Сәлем Қазақстан деп аталады. Мен өз сәлемімді Майлыбай Темеш Астанадан Серікбай ағаға айтам. Ассалаумалейкум, қалыңыз қалай? Және жалғас Ақтөбеден Мирхан дейтін көреді екен. Ассалаумалейкум. Шудың бойынан Қалқаман аға көреді екен. Өткенде жазған Сикош ағана деп жазып берген екен. Нурик брат деп жазып беріпті. Тараздан Айсұлтан Балдыз дейді. Айсұлтан атана, әжене, мама папана сәлем айт. Рыбаки Астаны Асылмұрат. Ассалаумалейкум, брат, қалайсың? Жанболат деген кісі көреді екен. Және Асқар Петропавлдан, және Марат аға Астанадан көреді екен. Тағы да комментарий жазыңыздар. Міндетті түрде келесіде сіздерге сәлем жолдайтын болам. Балықтарыңызға ассаламу алейкум.
В общем, біздер дейтін негізі бүгін шортан аулаймыз деп шыққанбыз ғой. Нәрселері жоқ. Сондықтан қолдан бүйтіп құрастырдым міне. Бір закидушка. Қазір мына жерге лақтырып кетем. Ол қалады осы жерде. Міне бір балық өлген екен. Құйрығын кесіп қойын деп жатырмын. Мына жерге. Бұл қолдан жиналған бар нәрселерін әйтеуір іздеп тауып барлығын. Аба. Қазір мына жерге лақтыратын боламын. Ал. Мына жерге түсті. Осы тұратын болады. Var mı? Kan? Мынадай балық міне. Йорш деген. Қазақша атауы таутан. Я өткенде бір кісі жазыпты таутан деп. Иә, таутан деген. Бір өткенек балық деп жазыпты. Енді, Әдемі. Міне камераға әдемі көрсетті. Тағы. Қолдан жасалған неге түсті ғой? Бұны біз не істейміз? Жері салып жүрміз. Жоқ, оны неге? Налимге. Налимге салсын ба? Алып қойын ба? Ана жерде артында не жатыр екен. Күн батып жатыр. Тыныш, сол манағы бір таутан балықтан басқа қабыс болған жоқ. Қазір күн батқаннан кейін көретін боламыз. Қармағын бір тексеріп қойып жатыр. Солай жағдай. Мына орындық күшті болды. Орындық тауып жатырмын. Демалып. Мінекей түнгі балық аулауымыз басталды. От жағып жатырық. Қармақтар мұнда тұр, көрінбейді. Шырылдағаннан көреміз. Сонымен біздер өткенде қалдырып кеткен менің немді тексеруге келе жатырмыз. Қазір көретін боламыз, не болып жатқан жалпы. Бар ма бірдеңе? Содан кейін адамдар келді ма деген сияқты. Мұның қасымда аяру бар. Ал, мына жерде тұрып аяру. Мінекей, тап сол жер. Жо бізден кейін адамдар болыпты. Себебі мына поддонда заттар болған, мына жерде су болған, біреулер келген ғой. Мына жерде менің закидушкам болған. Закидушкам болған жоқ. Мына жақта бір оңғып кеткем. Мына жерде менің закидушкам болған, мына жерде тастап кеткем. Ол да жоқ екен. Білмеймін, біреулер алып, мүмкін балық түскен шығар, тапқан шығар. Сонымен тағы осы жерден біздің осы видеомыз аяқталады. Көргендеріңіздей тәртен есілге бардық, шортан ұстаймыз деп ұстай алмадық. Кейін осы жерге келдік алдыңғы видеода. Қазір тап сол жерге келіп тұрмын. Олмен о жерде де болмады. Сіздер каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Осы видеоны достарыңызбен таратыңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Я